рухани оянған немесе енді оянып келе жатырған адамдарға қарасаңыз, жарым сияқты біртүрлі, әрбір ұсақ нәрседен ләззат ала біледі. Сол әрбір сіздің ойыңызша ұсақ нәрсеге тамсана біледі. Себебі әрбір сол ұсақ нәрсенің ішінде Құдайдың құдіреті бар. Что наверху, то и снизу деген нәрсе бар. Яғни жоғарыда не нәрсе бар, сол нәрсе төменде. Сіз мына телескоппен жоғары қарай қарасаңыз, шексіз бір телескоппен қарай берсеңіз, шегіне жетпейсіз. Сол сияқты микроскоппен де сол әрбір бактерияға, әрбір атомдарға, субатомдарға қарай берсеңіз, оның да түбіне жетпейсіз. Яғни бұл әлем энергиядан тұрады. Бұл әлем пустота, орысша айтқандай, немесе бос. Біздің бағанағы ой санамызбен санағанда сол бос бір кеңістіктің өзі энергия үлкен. Енді жаңа айттым ғой, мына көзі оянған немесе енді оянып келе жатырған адамдар сыртынан қарағанда бір есі ауысқан, бір жарым адамдар сияқты. Менің бүкіл арман мақсаттарымды орындауға арналған бүкіл ақшаларыма, сол арман мақсаттарымның орындалуына себепші болатын бүкіл адамдарға сәлем айт. Жарымдықтың бір белгісі осы. Не үшін олай айттым? Себебі әрбір ағаш, әрбір терек, жер асты тамырлар арқылы бүкіл әлемнің ағаштарымен байланысты, бүкіл өсімдіктермен байланысты. Осы Ақтау қаласында тұрған мына терек, сол бір оңтүстік Америкадағы джунглидің ағаштарымен байланысты. Бұл бір рухани ертек емес, бұл кәдімгі ақиқат, кәдімгі физикалық, материалдық ақиқат, ғылыми ақиқат. Енді мен осы видеоны қарап отырған сіз топырақпен қоректенесіз, білесіз бе? Ойлайтын шығарсыз, топырақ жеген несі деп. Сол жейтін наныңыз, алмаңыз, алмұртыңыз қайдан шығады? Жерден өсіп шығады, дұрыс па? Яғни сол жеп отырған абрикосыңыз, алмаңыз, қарбызыңыз, наныңыз, күрішіңіз топырақтың минералданған басқа бір түрі. Яғни топырақтың бір түрі. Біздің денеміз топырақтан тұрады. Топырақтағы бүкіл элементтер, минералдар біздің денемізде бар. Ал бұл теректер, бұл ағаштар сол топырақпен тікелей байланысты тұр. Бұлар да топырақпен қоректенеді. Сол су бағана топырақтан минералдарды сіңіріп, осы теректерге алып барады. Сондықтан ал өзіңізді айтыңызшы, бұл әлемнен осы бір жер анадан бөлексіз деп. Ешкім бөлек емес, барлығы бір-бірімен байланысты тұр. Сіз осы видеоны Шымкентте, Америкада, Ақтөбеде қарап отырсаңыз, біздің арамызда бірнеше мың километрлер жатыр, Сіздің ойыңызша арамыз байланысты емес, жоқ. Осы ауадағы барлық элементтер бір-бірімен байланысты, яғни осы қарап отырған біз екеуміз байланыстамыз. Мына мен энергиямен жұмыс жасап білемін, Мысалы, кейбір адамдар маған, енді көбіне өзімнің бір жақын адамдарым, кейбір мәселесімен хабарласады. Бір денсаулығында бір дерт болса, немесе өмірінде бір жағдайлар болып жатса. Мысалы, Артур, осындай жағдай, не істеймін деп. Сол туралы мен тіп-тікесімен әлі жауап бермесем, мысалы, мен қазір қолым бос емес, артынан хабарласам деп айтсам,
сол келесі хабарласқанда ол адамның мәселесі шешіліп жатады. Не үшін? Себебі энергетикалық түрде мен ол мәселе туралы позитивті ойладым. Ол адам шынымен де бағанағы көмек сұрап, менен бір көмек болатынына сенді. Сондықтан барлық жағдайда маған келгенде менің тікелей сол адамға консультациям арқылы немесе энергетикалық бір позитивті күш беру арқылы арнайы көмектесудің қажеті жоқ. Біз онсыз да байланыста боламыз. Ол адам осы бір қабілетке сенсе, сол адамның өмірінде автоматты түрде өзгерістер болып жатады. Сондықтан өзіңіздің ойлаған арман мақсаттарыңызға керекті ресурстар. Ол ресурстар ақша, басқа бір адамдар, бір керекті оқиғалар. Соларға осындай теректер арқылы сәлем айтуыңызға болады. Өзіңіздің сол бір ресурстарды қабылдауға дайын екеніңізді айтуға болады. Енді жақсы, бұны бір жарындық деп қарасаңыз, бақытсыз бір күйзелісте жүрген жақсы ма, әлде осындай жарым болған жақсы ма? Мен осылай жарым болғанды шештім. Және сол жарымдығымнан мен бақыттымын. Бұған менің өмірім куә, айналам куә. Ең бастысы өзім куәмін. Басқа бір адамның менің бақытымды куәландырғаны маған мысалы керек емес. Сондықтан әр адам өзіне солай нық сенімде болса ғой. Әр адам өзінің бақытын басқа бір нәрседен, басқа бір адамнан тәуелді қылмаса ғой. Әрбіреуміз бақытты болар едік. Енді менің бір миссияларымның бірі осы бір білімді жеткізу барынша. Ең болмаса күніне бір рет болса да жарым болып көріңізші. Сіз сәби болып туғанда дәл сондай болғансыз.